Сәлем достар, сендермен Мәке ТV арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге SSD туралы айтатын боламын. Бүгін Patriot компаниясының P300 деген SSD-ін алдым. 256 гигабайтқа 20.990 теңгеге Технодомнан жаңа барып алып келдім. Бұл 22/80 деген размер бойынша жасалынған және де NVMe деген технология бойынша жасалынған. Яғни соңғы ISHN SSD емес, яғни жылдам SSD-ның қатарына кіреді. Мына жерде орыс тілінде и тағы да басқа тілдерде описание жазылған. Сол енді қазір мен сендерге осы ноутбукқа салып көрсететін боламын. Ноутбукта осы SSD-ға дейін HDD тұрды. 1 гигабайтқа сол HDD мен ноутбук қанша уақытта қосылатынын көретін боламыз. Сосын SSD мен қанша уақытта қосылатынын көретін боламыз. Ал кеттік. В общем, міне қазір ноутбукта қосып көрсететін боламыз. Таймер кетеді. Қазір мына басып тұрам. 1, 2, 3. Қазір көреміз ноутбук қанша уақытта қосылатынын. Осы HDD-де тұр. 1 терабайт өзінің ноутбукты сатып алған кездегі қанша уақытта қосылатынын көреміз. Ноутбук туралы айтатын болсақ, сол баяғы процессоры Ryzen 3550H, видеокартасы Nvidia GeForce 650 гигабайттығы, өзі 8 гигабайт еді, өзім тағы 8 гигабайт G-Skill деген компанияны ашып алып қостым. Сонымен 16 гигабайт болып тұр. 2400 МГц таймингінде жұмыс істейді. Тайминг дегенде скоростында, яғни жылдамдығында таймингтары 16, по-моему, или 17. Сол, в общем, қазір енді осы ноутбуктан қосыламын көреміз. Уже қанша уақыт болды. Алдарыңызда таймер шығады қазір. Толыққанды жаңағы Windows-тың негізгі бетінен қосылғанын күтетін боламыз. Қазір пароль жазамыз. Пароль енгіземізде сразу қосылғанша қанша уақыт кететінін күтеміз. Хромды ашқанға дейін. Сосын SSD-мен салыстыратын боламыз. Қазір қосылады. Сосын бірден хромды ашамын. И соны толыққанды загружаться еткен кезде уже уақыты болады, таймердің уақыты бітеді. Осы күтіп тұрмыз. Күндегіден ұзақ қосылып жатыр. Ноутбук негізі бұдан тез қосылған сияқты еді. Тест жасайтын кезде қатты ұзақ қосылып кетті. Менің ойымша осыдан бір момент бұрын обновление болған, соған байланысты обновление болғаннан кейін қосылып жатыр. Мына жерде ондай жұмыс керек, соны қосылып жатыр. Шынымен де жаман жай қосылып жатыр. Жылдамдығы азғандай болып тұр қазірше. Жылдамдығына сай. Басамын. 2 минуттай қосылды, немесе 3 минуттар уже. Қазір алдарыңызда таймерден көріп тұрған боларсыздар, қанша уақыт? Примерно 3 минут 30 секундтай болып тұр қазір. Қазір хроммен қосылған көреміз. Примерно 1 минут 10 секунд қосылған сияқты. Осы скоростьті уже SSD-де көретін боламыз, осыдан кейінгі видеода. Қазір қосылды, полностью осылай тұрады. Менде Google Chrome'ның ешқандай обойы жоқ. Таймер бітеді осы уақытта. Достар, қалай көріп тұрғандарыңызда SSD-ді орнаттым. Міне, енді қосуды көреміз. Міне, 1, 2, 3.